Ақтауда демалыс күндері 540-тан астам құқық бұзушылық тіркелді. Кезекті рейд барысында полицейлер алдымен екінші шағын аудандағы тас жолда Toyota Camry автокөлігін тоқтатты. Темір тұлпарды тізгіндеген жүргізушінің қауіпсіздік белдігін тақпағаны анықталды. Оған қоса көлікті тексеру барысында алдыңғы терезесінде сызат түскені белгілі болды. Қызмет барысында Toyota автокөлігінің жүргізушісі қауіпсіздік белдігін тақпай бара жатқаны анықталды. Автокөлік тоқтатылып, жүргізушінің құжаттарын тексеру барысында және автокөлігін тексеру барысында алдында әйнегінің сызат бар екені анықталды. Сол себепті жүргізушіге Қазақстан Республикасының 593 бабының 2-ші бөлігімен және 590 бабының 5-ші бөлігімен әкімшілік хаттама жасақталып, автокөлік айып тұраққа жабылды. Полиция қызметкерлері 7-ші шағын аудан 5-ші үйге қарсы жолда тағы бір көлікті тоқтатты. Соның ішінде бір автокөлікке рұқсатсыз газ баллоны орнатылғаны анықталды. Қызмет атқару барысында 7-ші шағын аудан 5-ші үйге қарсы тас жолда Toyota Camry автокөлігі мемлекеттік белгісі 858 автокөлік тоқтатылып, тексеру барысында автокөліктің рұқсатсыз газ баллон қондырғысы қондырылғаны анықталды. Сол бойынша Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 590 бап 7-ші бөлігі бойынша әкімшілік хаттама жасақталды. Патрульдік полиция қызметкерлері рейд кезінде тағы бір құқық бұзушылықты анықтады. Ол Kia және Lexus автомобильдерінің басқа көлік құралдарының қозғалысына кедергі келтіргені үшін тоқтатылды. 5-ші шағын аудан Халықпен қарсы тас жолда Kia Cadence және Lexus автокөліктер тоқтатылды. Себебі аталған автокөліктері қасақана кедергі келтірген үшін тоқтатылып, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 614 баптар бойынша аталған автокөліктері хаттама жасақталды. Қауіпсіз жол шарасында 540-тан астам әкімшілік құқық бұзушылық тіркеліп, 53 көлік айып тұрағына жабылды. Сондай-ақ мас күйде көлік жүргізген 5 адамға хаттама толтырылды. Бұдан бөлек ұялы телефонмен сөйлесуге байланысты ережелерді бұзғандар анықталды. Іс-шара аясында полицейлер жол қауіпсіздігі бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Берекет Нұржанов, Сұңғат Көнебай, Ақтау Ньюс.